Сақина, шуба, шетелге путевка. Бір бөлмелі пәтер, 3 бөлмелі коттедж, да? Жоғарлап жатыр каждый раз. И ему приятно, блядь. Ему приятно, еркекке приятно, сен оны дұрыс жұмыртқасынан ұстап, оны бүйтіп керегіңді, я, қалауыңды жасататын болсаң. Сделай так. Негізінде еркекке очень приятно. Просто оны көп әйелдер істей алмайды. Істете алмайды. Неге? Потому что өзі жүгіреді. Неге? Өйткені өз құнын білмейді. Неге? Өйткені әпшуі құнсыз. Неге? Потому что өзі өліп ғашық болып тұр. Ғашық та өзі. Әйел ғашық болған кезде планның барлығы құрыды дей бер. Ал әйел ғашық қылған кезде дегені деген, айтқаны айтқан, жандарым. Түсінің бе? Вот. А үйге келеді, ол жерде бүйтіп иіліп тұрған әйел да, онда иіліп итак ғашық әйелге тырысқың да келмейді ғой. Ойлашы, шетелге бірінші рет шығып тұр, Тұрсынбек. Бірақ әйелімен шығып тұрған жоқ. Сол любовницасымен шығып тұрды. Любовницасымен. Қаншама жыл иеліп, қаншама жыл поддержка беріп, 5 баласын туып отырған мөлдірмен емес, любовницасымен. Әпшуі қандай? Бұл кеңкелес болып қалған ба? Дуаланып қалған ба дейсің? Я, дуаланып қалған, ол әпшуге дуаланып тұрды енді. Шетелде от души так и сяк, грамотно бере алады да. Оған бәліш уже қызық емес. Ыстық бауырсақтар, жұқа қамыр, жаңағыдай үтіктелінген киім, жаңағы забота, нет. Керек та. Мен айтпағам, видеоны бүйтіп көрсетіп отқан кезде жаңағы қасында бір адам тұрады ғой. Сосын бүйтіп телефонын қарап отырамын, қанақта тұршы деймін да, видеоны жылыстып қалам, Тұрсынбек шошып кетеді. Ол өзі байқамай қалды, ана видеода бар екен. Мен ана жерде өзім қоярға жер таппай терезеге қарай жүгірем ғой. Оған дейін де естіп жүрген әңгімем бар, бірге жүргендерін. Мен қойдым, болдық, біз тоқтадық деп, мен енді тоқтатып қойып жүрді ғой, енді болды, біз семьямыз ажырамайды деген сияқты. Сондай да сәттер болған. Енді осы күні ойлап көрсем, мен сонда ондай уақытта